Қайырлы күн, құрметті жерлестер. 6-7 наурыз күндері Орта Азия экологтарының ұйымдастыруымен өткен форум болды. Бұл форумға Біріккен ұлттар ұйымының Орхус конвенциясының арнайы докладчигі Мишель Форст мырза мен ОБСЕ-ның юристтары келді. Бұл жерде өте үлкен мәселелер көтерілді. Оның ең алғашқы мәселесі ол экологияны қорғап жүрген сіздер мен біздерді полиция тарапынан және басқа да өкілетті органдар тарапынан қысымдарға қарсы қалай өзімізді қорғап қаламыз. Осы мәселе өте қызу талқыланды. Сонымен бірге бұл жерде мен сол форумға қатысқан мүше ретінде біздің ауылымыздың барлық мәселесін, су мәселесін, ауылдың үстіне салынып жатқан фабрика мәселесін барлығын көтеріп айттым. Бізді Қырғызстаннан келген, Құмтөрден келген өте қатты қызу қолдады. Басқа да экологтар біздің мәселені естімегендер танысып, қызығушыларын білдіріп, қолдау көрсетті. Ала бұйырса, бүкіл құжаттарды, видео, фото барлығын ООН-ға жібереміз. Бүкіл жер шарына әйгілеп барлығына көрсетеміз, таныстырамыз. Бізді жалғыз емес екенімізді көрдім. Бүкіл жер шары бізді қолдайды деп айтсам, осыдан кейін артық айтпаспын. Жеңіске жеткенше тоқтамаймыз, елімізді, жерімізді қорлаудан сақтап қаламыз.